толық адам ілімі өзінің авторлық бағдарламамен байланысын көрсететін боламын. Абай атамыздың толық адам ілімінің мәденине нұрлы ақыл, жылы жүрек, ыстық қайрат деп жаңағы биологиямен байланыстырып алып отырмын. Толық адам ілімі адамның рухани дамуының көрсеткіші. Осы үшеуі біріккенде ғана адам толық адам болып қалыптасады деп айтқан екен. Ақыл адамның танымының, білімінің, парасатының негізі. Ақылсыз адам ештеңені түсінбейді, ал ақылды адам әр ісін ойлану, саралау, зерттеу сияқты іс-әрекеттермен жүзеге асырады. Келесі, жылы жүрек. Жүрек адамның сезімін, мейірімін, махаббатын бейнелейтін негізгі күш. Абай жүректі жақсылықтың нышаны, қайраны деп біледі. Жүрегінде мейірімі, ізгілігі бар адам нағыз толық адам болып қалыптаса алады. Келесі, бұл қайрат. Яғни жаңағы екеуінен басқа ақылмен де, жүрекпен де басқа қайрат арқылы да еңбекті, қажырлықты байланыстырып көрсеткен екен. Еңбекқорлық пен табандылық адамның дамуының негізгі күші ретінде танылады. Толық адам ілімі бұл адамды рухани дамуына, ізгілікке шақыратын болса, биология пәні бұл осы табиғаттың адам бір бөлшегі ретінде және сол табиғатты танып білуге, табиғатты қорғауға, тірі организмдерді құрметтеуге және адамгершілікке тәрбиелейді. Авторлық бағдарламаның биология сабағында функционалдық сауаттылықты дамыту тақырыбындағы генетика бөлімімен байланысы бұл шежіре жетата дәстүрі арқылы көрініс табады екен. Шежіре бұл қазақ халқының ата тегін білу дәстүрі болатын болса, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан ата-бабаның тарихын білу жолы. Яғни қазақ халқы ертеден жетатаға дейін қыз алысып, қыз беріспеген. Бұл оның тектілігін және өзінің жетатасын білуге септігін тигізеді. Шежіре тек биологиялық қана емес, рухани байланыс ретінде танылады. Ол әр адамның ата-баба тарихын, туыстық қатынасына деген құрметін, жауапкершілігін білдіреді. Сонымен қатар, осы генетика бөлімімен қатар бір сабағымен байланыстырдым, яғни ген және хромосома ұғымдарын Абай ілімімен байланыстыру. Жалпы сабақтың мақсаты ген және хромосома ұғымдарына түсінік беру, Абай Құнанбайұлының адам болмысы туралы ілімін таныстыру және генетика мен Абай ілімі арасындағы ұқсастықты көру. Бұндағы күтілетін нәтиже оқушылар ген және хромосома ұғымдарын түсінеді, Абайдың адамдық туралы ойларын талдай алады және ғылым мен әдебиеттің арасындағы байланысты көре алады екен. Сабақ бастамас бұрын қызығушылықты ояту мақсатында оқушыларға ген дегеніміз не, Абайдың адамдық туралы ойлары қандай деген сұрақтар тасталады. Оқушылар өз ойын еркін түрде жеткізеді. Сонымен қатар миға шабуыл ретінде адамның болмысына не әсер етеді, табиғат па, әлде тәрбие ме деген сұраққа үш топ оқушылары, бірі табиғат, екіншісі тәрбие десе, үшіншісі тәрбие мен табиғат біріккенде ғана адамның болмысы толық ашылады деген тұжырым жасады. Сондай-ақ генетика мен Абайдың ойлары арасындағы байланыс табуға бағытталған жұптық тапсырма ретінде Вен диаграммасын ұсындым. Яғни бұнда генетикалық тұқымқуалаушылық пен Абайдың тәрбиесіндегі тұқымқуалаушылықты балалар осы Вен диаграммасын түсірді. Мынау жасаған жұмыстары келесі. Сонымен қатар үй жұмысы ретінде генетика және рухани құндылықтар тақырыбында еске жазуға берген болатын. Енді менің бұл авторлық бағдарламаның мақсаты бір жағынан функционалдық сауаттылықты дамыту болғандықтан келесі. Одан кейін жаңағы Word платформасында осы жалпы тақырыпқа байланысты тест сұрақтары берілген болатын, оқушылар оларға өздері жауап берді. Енді осы бөлімді мен ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың, елден бөлек деген сөзімен аяқтағым келіп тұр. Назарларыңызға рахмет.